Саламатсыздар ма? 36 топ студенттері Саржас кәсіптік техникалық колледжі өндірістік оқу шебері Есенбеков Ерсұлтан Омарханұлы. Кезекті онлайн дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі онлайн дәрісіміздің тақырыбы жылжымайтын электр станциялары. Сабақтың мақсаты жылжымайтын электр станцияларының жұмыс істеу принциптерін меңгерту. Жалпы жылжымайтын электр станция көлікке орнатылған электр станциясы. Жылжымайтын электр станция қозғалтқыштан, генератордан, басқару және бақылау аппараттарынан тұрады. Жылжымайтын электр станциясы қозғалтқышы ретінде іштен жану қозғалтқышы, яғни дизель және де бу және газ турбиналары қолданылады. Жалпы жылжымайтын электр станциялары көлікке, кемеге және де пойыздарға орнатылатын электр станциялары болып бөлінеді. Және де ол жылжымайтын электр станциялары шығаратын ток күшіне қарай аз көлемде 15 киловаттқа дейін, орташа көлемде 15-тен 150 киловаттқа дейін және жоғарғы көлемде 150 киловаттан жоғары кене шығаратын болып бөлінеді. Олар негізінен тұрақты ток, бір фазалы және үш фазалы ток шығаруға арналған. Алдарыңызда көріп тұрған станциямыз дизельді, яғни іштен жану қозғалтқышты дизельді жылжымайтын электр станциямыз. Бұл негізінен дизельді қозғалтқыштан және де генератордан, сосын басқару және бақылау аппараттарынан тұрады. Бұның негізгі жұмыс істеу принципі бұл 15 киловатт ток өндіруге арналған. Яғни ол мына жерде генератордың өзінде жазылып тұрады. Шыққан жылы қанша токқа арналғанның бәрі осы жерде жазылып тұрады. Және де бұл жылжымайтын электр станциясы негізінен мекемелерде, үлкен цехтарда ток свет өшіп қалған кезде қолданылады. Яғни бұл ток көзіне қосуға арналған. Енді бұны біз қоспас бұрын ең алдымен техника қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Яғни свет өшкен кезде біз бұны сразу қосуға болмайды. Біріншіден барып трансформатордан келген тоқты ажыратуымыз керек. Өйткені оны ажыратпасақ, біз мынаны қоссақ, ана жақтан свет аяқ асты қосылып кететін болса, екі ортада короткий замыкание болып, ток күйі мүмкін. Сондықтан трансформатордан ажыратып аламыз, содан кейін барып іске қосып көреміз. Ал енді осыны іске қосып көрейік. Жылжымайтын электр станциямызды іске қостық. Енді оны қостық, яғни ток көзіне қостық, автоматты жоғары көтереміз, сосын светті жағып көреміз. Ток көзі бар. Яғни бұл екінші қабыл ток көзі арнайы. Ал құрметті студенттер, жылжымайтын электр станциямызды іске қосып көрдік. Ал енді үйге берілетін тапсырма, осы жылжымайтын электр станция дегеніміз не? Олардың қай жерлерде қолданылады және де жұмыс істеу принциптері қандай? Осы сұрақтарға жауап беріп, WhatsApp немесе Classroom бағдарламасы арқылы түсінбеген сұрақтарым болса, кері байланыс жасауларыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.